Біз елканы шығардық. Балалар қоймады, елканы шығарыңдар деп. Елкамыз алдыңғы жылы Анүлікке нормально еді. Бұл жылы Анүлікке кішкентай сияқты көрініп тұр, өйткені Анүліктің бойы өскен. Әлиханға шамалы нормально болып тұр. Ойыншық, гирлянда, жылтырлық еш нәрсе алғаны жоқпыз. Просто балаларға онлайн сосын не істейміз деп елканы шығарып, осы бар алдыңғы жылғы ойыншықтардың барлығын іліп жатыр, өздері ойнап. Міне, шөтеліп жатыр апым. Салқын тиіп қалды ма түсінбей жатыр. Вроде ападемақ қарап жүрек, ападемақ далаға шықпай жүрдік. Соның өзінде салқын тиіп, жөтеліп. Былай шығып атсақ, тағы да басқа ойыншықтар алатын шығармыз. Жылтырлақтар ілетін. Әзірге ойнап, өстіп, өздері сән деп жатыр. Айнала алмайсыңдар ау, стенаға қойып қойдым ғой мен. Неге? Ортаға қоймайсың. Міне, сайым. Күшті. Мынау деу екен кәдімгідей, деу носки. Алихан да іліп жатыр. Не іліп жатсың, Алихан, сен кәні көрсетші. Өлең айтып жүрші, әне жаңа жыл туралы. Jingle today. Oh, look, let's go in the let's go sun the set. Hey, jingle today. Oh, look, let's go in the let's go sun the set. Бізде уже екінші күн онлайн болып жатыр, я. Қыздар осылай қолбақтарын тауып алды, үйде киіп алды. Кеше осындай пияз болып қалғам, үйдің бәріне өзімше бірдеңелер жасап жүріп, білмеймін, бәріміз ауырып қалдық па, что-то түсінбей қалдым. Қой, олардың бәрін уже жинап тастау керек. Анүлік, Әлихан топпен ойнап жүр, Аякош Аяз атаға сурет салып жатыр. Аяз ата келем деді ма саған? Менің есімім Жумарт қызы Аяна. Звондаған жоқ дейма. Анүлік те мына жерде бірдеңе жасапты. Не қолбақ киіп жүрсіңдер үйде? Жаңа біз анау қалың киімдерді қарағанбыз ғой, қолбақ, анау-мынауларды сонымен киіп алған ғой. Енді ішін көрсетпей ақ қояйық. Осындай Аяз атаға хат жазып, Анүлік те дайындап қойыпты. Сыйлық алатын сыйлықтарын жазған ба, білмеймін. Негіз әңгіме сыйлық жазбаған, бұл әңгіме жазып жіберген. Аяз атамен сырласқан ба бірдеңе? Елканың астын көріндеші, менің арманым бар. Елканың астында Аякоштың армандарын жазып қойыпты. Сыйлықтар ма? Алғың келетін сыйлықтар ма? Сол мен үйде ары-бері демалып жатайын деп едім, кішкене ауырып. Жоқ, болмайды екен. Мыналардың екеуі жөтелген, солар маған жоқты ма, мен де кішкене жөтеліп қалдым ба, түсінбей қалдым. Бірақ тірлік деген күтіп тұрады, мамаларға ауруға болмайды. Мұнда ет шығарып қойдым, қазір ет асам да сорпа жасай салам ба, қамыр аштайын деп отырмын. Борсақ жергісі келді, балдардың уже дрожжым жібіп қалды. Мына каша жақсы болды. Алихан қайта сұрай, тағы да сұрап жатыр. Анау төменгі шкафта тұрады да, өзі алып, мама каша дейді. Өшім оғанда каша пісірейін деп жатырмын. Сол өздеріңіз не істеп жатсыздар, сіздерге де онлайн шығар. Енді бұл видео шамалы кешігіп шығуы мүмкін. Бізде осындай үйдің тірліктері, дала деген қатты суық аяз болып жатыр. Прям ет салып қойдым, қамырымды ашытып қойдым. Именно осы кашаны пісіру оп оңайда. Просто шамал ғана су қайнатып, үстіне 5-6 қасық қана салам. И болды. Осылай астын жай қойып қайнатам. Бір неғында 5 минут деп тұр, бірақ мен енді шамалы ұзақтау қайнатам, бір 10 минуттай қайнатам, чтоб жұмсақ болсын деп. Сосын сүт құйып, тағы да бір 3-4 минут қайнатам да, сонымен сармай саласың. Күшті. Еще бетін жауып, неғып қоям, бұқтырып қойдым, шамалы бұқтырып. Біздің үйдегі ең күшті суретті қараңыздар. Аякош салып, осылай іліп қойыпты холодильникке. Менің отбасым. Нау тәте, нау папа, нау сен, нау мен, нау Алихан. Алихан. Жүрек жеп отырық бәріміз дастарханда отырық десең да. Жоқ, ойнап айтып отырмын. Күшті. Молодец. Күшті. Вообще мен каша пісіріп жатырмын, ол бізде обед пен таңғы ортасындағы тамақ қой. И Анеля мына жақта кітап оқып жатыр, менің қасымда жүріп.
Айтпақшы, Анүлік жазып еді көбісі. Нарсансыр көп жерге жазып оқып қойған уже. Жинап тастау керек, кеше Оқып берейін ба? оқып бересің ба? Жаздың ба, кеше аяқтадың ба? Я бәрін айтамын. Давай, кім қандай жылы комментарийға көп жазып жатыр екенсіздер. Бірінші шыққан жылын біз оқыдық, иә? Барыс жылы туылғандар. Кім барыс жылы туылды, мен оқып берейін. Қызба мінезді, ашуланшақ, басқаға билік жүргізгенді ұнатады. Еш нәрсеге көңілі толмайды. Бір істі қолға алса, бөгет болған адамдарды ұнатпайды. Оларды беттен алып үйреншіп тастайды. Вау, барыстар мықты екен, иә? Барыс жылы туғандар. Кім қоян жылы туылды? Қоян жылы туғандарды айтады енді. Қорқақ. Кез Ойбай, келген нәрседен қорықпаңдар. үрейленеді. Сыр сақтауға олақ, маңызды істе өз бетінше шешім қабылдай алмайды. Қашанда көңіл күйіне қарай әрекет ететін жан. Келесі қандай жыл? Ұлу жылы. Кім ұлу жылы тыңдаңыздар? Барынша қарапайым, көрінуге тырысатын, байсалдық, құпияны сақтай білетін, көбінесе үнсіз жүруді ұнататын адам. Оның қолына үлкен істер атқару келеді. Қай істі де өз ақылымен оңаша шешуге ұмтылады. Саған ұлулар күшті екен, иә? Келесі, ал жылан жылы тыңдаңыздар. Сырт көзге ұяң, маңызды істерден қашқақтап жүреді. Қойылған сауалға нақты жауап қайтармайды, тайсақтап жауап береді. Басына пәле болып жабысатын нәрсе тілі. Шамына тисе ұяңдығын қойып, шынайы мінез құлқын көрсетеді. Жаныңды жаралап алғың келмесе, жыландардан аулақ жүріңдер. Жаныңды жаралап алғың келмесе, жыландардан аулақ жүріңдер дейді. Жыланға тисе бермеңдер, жылан жылулар бұлар деген апасына екен. Келесі жылқы жылы. Олар жұмыс аты сияқты. Жұмыстан ешқашанда жалықпай, таңертең кешке дейін бір тыным таппайды. Әйтеуір күні бойы тыпырлап, мазасыз күй кешеді. Жыландар, жылқылар еңбекқор болып тұр ғой, иә? Иә. Болды ма? Көп па? Жоқ, әлі көп қой. Мен кашамды көріп келейін. Анүлік турап жатыр бауырсақты. Мамасына көмектесіп жатыр. Қисық болып қалды ма? Еш нәрсе қылмайды. Жоқ жаққан десем де. Еш нәрсе қылмайды. Күшті бауырсақтар от қайты. Не, обычный. Мама. Алғышқан. Әлихан тәтелерінің наклейкасын жабыстырып ойнап жатыр. Мен көмектесіп жатырмын. Ой, молодец. Әне өзі жабыстырып жатыр, көзін жабыстырып жатыр өзі. Молодец. Әлихан молодец екен, иә? Әне көздерін қисық болса да өзі жабыстырып жатыр. Енді аузын тауып алайық, иә? Сырға тағамыз сосын. Міне сырғасы тұр мына жерде. Мына жерде аузы тұр, нағара. Ерні тұр. Мен қой жылын оқып берейін, өзім де қой жылын. Жаңа аяқтамаған екен ғой, соған қойды оқиым деп қоймай жатыр ғой. Ал оқышы, қандай екен көрейік. Сәл нәрсеге ашуланады, қисайған бетінен қайтпайды. Қисайған бетінен? Қисайған бет емес шығар. Қисайған бетінен без, алған бетінен қайтпайды деген. Жоқ, қисайған бетінен без. Сен дұрыс жазылмаған, дұрыс жазбаған шығарсың. Сәл нәрсеге ашуланады, қисайған бетінен қайтпайды. Сондай сәттерде өзің де жанында жүргендерге де қауіпті. Өзін жарға жығатын мінезі шешімді тым асығыс қабылдайтындығы. Сен сондайсың ба сен? Сіз қабылдайсың ба? Қисайған болмай, сосын қисайған бетінен дегеніңіз? Қисайған. Жоқ, ол алған бетінен қайтпайды деген шығар. Қисайған бетінен деген. Бізге енді көп күн онлайн сабақ, бір 3-4 күн ба, сондай, иә, қыздар үйдеміз барлығымыз, далаға шығуға дым. Иә, жылайын жоқ дала деген. Суық. Біз осы жерден видеоны аяқтаймыз. Қыс жанады. Достар, бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.